Сәлеметсіздер ме? Каналымызға қош келдіңіздер. Каналымызға жазыла отырыңыздар. Шаш туралы түрлі қызықты видеолар бізде болады. Сіздерге күн сайын қызықты видеолар жасап тұрамыз. Трендте түрлі түсті шаш. Денсаулыққа зиян болмас үшін қалай бояу керек? Бас терісінде жара немесе басқа да зақым болса, шашты бояуға болмайды. 2023 жылы түрлі түсті шаш трендте болған. Көшеде шашы әртүрлі түске боялған балалар мен жастар жиі ұшырасады. Алайда кәсіби шаш бояушылар арзан бояулармен шашқа бояуды дұрыс жақпау бас терісіне зиян келтіруі мүмкін дейді. Осы орайда шашты бояуға қатысты пайдалы кеңестерді біз сіздермен бөлісуді шештік. Бояуды дұрыс таңдаңыз. Ең алдымен бояу тұрсын, содан кейін түсін таңдаңыз. Келбетіңізді өзгерткіңіз келсе, бояу реңкі қазіргі шашыңыздың түсіне 1-2 реңкке ашық болу керек. Шаш боятын бояулар табиғи, физикалық және химиялық деп бөлінеді. Табиғи бояулар олар әрине қына мен басма. Олар шашқа зиян келтірмейді, керісінше нәр береді. Дегенмен бұл бояулардың реңктері көп емес. Физикалық бұл химиялық пигменттер қосылған бояулар, бірақ құрамында аммиак пен сутегі тұтығы жоқ. Бояғыш пигмент шаштың сыртын қаптағанымен оның ішіне енбейді. Сол себепті шашты көп тұрмайды. Салонға бармайда үйде бояуға болатын көбінесе бояулар ол химиялық бояулар. Ал шаштың ұшын әрі 2 апта сайын бояп тұру ол өте зиян. Үй жағдайында қалай шаш бояу керек? Алдымен бояуға арналған қажетті заттың барлығын дайындап алыңыз. Үстіңіз бүлінбес үшін киіміңізді ауыстырыңыз. Қолғап киюді ұмытпаңыз. Шашыңыздың бірнеше рет бояғалы жатсаңыз, оған қоса химиялық бояуды пайдаланам десеңіз, оны жақпас бұрын аллергиялық қарсы әсері бар ма біліп алыңыз. Бояу мен тотығыштардың кішкене бөлігін араластырып, білегіңізге жағыңыз. Оны 5 минут ішінде теріңіз қызармаса, қышымаса, бөртпесе, онда шашыңызға бояу жақсы әсер етеді. Қаптамадағы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Шашты бояған соң пакет кию керек пе? Анаңыз не әпкеңіз шашын бояғаннан кейін басына пакет не орамал жауып алған көрген боларсыз. Түс қанық шығу үшін шашты жылы ұстау деген ол қате түсінік. Дегенмен ол кесері әйелдер табиғи бояуларды ғана қолданған. Сол себепті пакет киген. Қына не басма болса, шынымен де басы орау керек. Химиялық бояулар әрекеттесуі үшін оттегі қажет. Сондықтан пакетпен жабудың қажеті шамалы. Әйтпесе бояудан кейін шаш құрғап кетеді. Бояуды нұсқаулықта көрсетілген уақытта ғана ұстаңыз. Қаптамада көрсетілген уақыт біткен соң бояуды жылы сумен жуыңыз. Су таза әрі жылы болсын.